Назарқұл Аманат білімі мен таланты, рухани байлығы және шығармашылық қабілеті бір-бірімен ұштасып жатқан монументалды жазатын кәсіпқой суретші. Өткен ғасырдың 80-ші жылдар аяғы мен 90-ші жылдардың бас кезінде жазған монументалды шығармалары автордың өнердің бұл саласында талантты әрі батыл суреткер екенін көрсетті. Қызыл тоталитарлық системаның қатып қалған идеологиясынан қорықпай, сол кезден-ақ қоғамда болып жатқан ел мұңы мен жер айғағын суреттей білді. Олар Семей полигоны, Арал қасіреті, Таулы Қарабақ және тағы басқалары. Жаңа ғасырмен бірге суретшіге жаңа леп келді. Суретшінің жаңа формалары мен түйе көнінен жасалған дүниелері өнерге жаңа технологиялар енгізуде. Мысалы, таудағы ару, тәңір, құс және тағы басқалары. Сондай-ақ бабалар үні, әсемдік үштігі, Бибі Азия, Түнгі жолаушы, Тараздың інжу қыздары, Реквием, Мәңгілік өмір симфониясы, Тұмар ханым тағы басқалары. Мүсіншінің өзінің туған қаласының көшелері мен бақтарына Айша бибі, Ана, Садақ атушы алтын жауынгер мүсіндері Тараздың орталығындағы Абай даңғылының бойында орналастырылса, ақ бота мүсіні тұңғыш президент саябағында тұр. Аманаттың шығармашылық еңбегінің басты ерекшелігі қолданатын материалының ішкі күш-қуаты мен өз жан дүниесінің тебіреністерінің ұштастыра білуінде болса керек.